2024 пен 2025-тің ең үлкен ортақ бөлгіші қандай? Негізі ең үлкен ортақ бөлгіш мындай жай жақшалармен белгіленеді. Оның алдына ең үлкен ортақ бөлгіш деп жазудың қажет жоқ. Осының оңай жолы, мысалы мектепте 36 деп былай бөліп үйретеді. 2-ге бөлінеді, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1, 24-тікі де солай жүктейді. 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1 деп. Одан кейін екеуінде де бар сандар, яғни 2 де бар, 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3 деп, мысалы үшін мынанікі 12 екенін анықтайды. Осының басқаша жолы бар, яғни қалай? 36-тан 24 азайтамыз, үлкенін алып қаламыз, кішісін алып қаламыз да, үлкеннен кішісін азайтып жібереміз. Яғни 36-тан 24 азайтып жіберсек, 12, мынау 24 болады. Енді мынау үлкені мынау ғой, кішісі мынау ғой, үлкені мынау. Енді мынау үлкенінен кішісін азайтып жібереміз. 2 рет азайтсақ 0 қалады. Яғни мынау 24-тен 12 азайтсақ 12, тағы да 12 азайтып жіберсек, тағы 0 қалады. Сонда бізде мына екеуінің ортақ, ең үлкен ортақ бөлгіші бізде 12 шығады екен. Мынау 60 пен 36-ны көрейік. Кішісі мынау, үлкені мынау, үлкенінен кішісін азайтып жібереміз. Так, 24 болады, 36. Енді кішісі мынау. Мынау 36-тан 24 азайтып жіберейік. Сол кезде 12 шығады. Енді көрініп тұрған шығар, енді 12-ні 2 рет азайтып жіберсек, 0 болады. 12. Значит, 12-ні наңды 12 деген сөз. Так, мына екеуін көрейік. Кішісі мынау, азайтып жіберсек, 9 шығады. 9 да 16 азайтып жіберсек, мынау кішісі мынау уже. Мынау 7 болады. Азайтып жіберсек, 2 болады. Так, 2 де 7 болады. Так, азайтып жіберсек, 2 рет азайтып жіберсек, жоқ, 3 рет азайтып жіберсек, 2 де 1 болады. Яғни бізде мынауымыз ең үлкен ортақ бөлгіші 1 екен. Яғни 27 мен 16 деген ең үлкен ортақ бөлгіші 1. Яғни олар өзара жай сандар деген сөз. Енді мынау 2024 пен 2025 деген сандарды мысалы үшін мына жолмен істейтін болсаңыздар ұзақ кетіп қалады. Ал егер жаңағы мына жолмен істейтін болсаңыздар өте оңай табылады. Яғни 2024-те 1, 2024-тен 1-ді 2024 рет азайтып жіберсең, уже 0 болады и 1 болады. Сонда 2024 пен 2025 дегеннің ең үлкен ортақ бөлгіші бізде 1 болады екен.